Қазақ тілі мен әдебиеті және тарих пәндерін оқытуда цифрлық технологияны қолдана отырып, білім алушылардың танымдық құзыреттілігі мен функционалдық сауаттылығын арттыру тақырыбындағы айлығымыз ашылып деп жариялаймыз. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Егерде біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағанда тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлау керек. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың жері, тарихы, тұрмысы, мінезі айнадай ашық көрініп тұрады. Қазақ тілінде қазақтың сары сайран даласы, біресе желсіз түндей тымық, біресе құйындай екпінді тарихы, сар далада үдере көшкен тұрмысы, асықпайтын, саспайтын сабырлы мінезі бәрі көрініп тұр. Қазақтың сар даласы кең, тілі де бай. Халықтың мәңгі ғұмыры оның тілінде. Әрбір тіл өзінің халқы үшін маңызды. Шыңғыс Айтматов. Сүйемін туған тілді анам тілім, бесікте жатқанда берген білім, шыр етіп дүниеге келген кезде құлағыма сіңірген танысым. Тіл мен тарих ғасырлар куәсі. Ұлтымыздың мақтанышы, тірегі мен жүрегі. Ұлттың анасы тілі болса, әкесі тарих. Тілінен нәр, тарихынан тамыр алмаған ел ұлт бола алмайды. Қазақтың барлық ұлттық құндылықтары тілі мен тарихында жатыр. Білім сферасында цифрландырудың басты міндеті ол білім беру саласының сапасын арттыру. Яғни халықаралық деңгейдегі салаларда соның ішінде жасанды интеллекті және ауқымды деректер жасау саласында бәсекеге қабілетті ел жастарын тәрбиелеу. Ақпараттық технологиялар әлемінде цифрлық сауаттылық өмірдің ажырамас бұлағына айналды. Цифрлық технологияны тиімді пайдалану, ақпаратты өңдеу, коммуникация, онлайн ортада бейімдеуді анықтайды. Әсіресе Қазақстанда цифрлық сауаттылықты дамыту ерекше назар аударды. Біз тарихтан кемеңгерлікті, поэзиядан шешендікті, математикадан зеректікті, жаратылыстану ғылымдарынан тереңдікті, адамгершілік философиясынан байыптылықты, логика мен көсемсөзден айтысу дағдысын үйренеміз. Қазақ тілі сұлулығы мен бойыңды балқытып, тамыр шымырландыратын, жаныңды жайландырып, құлақтың құрышын қандыратын, өткірлігімен қысылтаяң тұста ел мен елге бірдей медет беріп, адам түгілі жағдаяттың өзінің аузына құм құятын, кемел ғажап тіл, Бауыржан Момышұлы. Bundan şeyin üretip video degeni basayıp, bu şeyde kadırsız video atsak. Жасанды интеллектінің тиімді тұсы ірі көлемдегі мәліметтерді сараптамадан өткізіп, деректер арасындағы байланысты асқан нақтылықпен көрсетіп, соңғы шешімді адамның өзіне қалдырады.